Метрлік заңдылық деген бар екен да. Егер бір адаммен 3 метр көлем ішінде 1 минуттан артық аялдау мүмкіндік болса, сол 1 минуттың ішінде сол адамға өзіңізді таныстырып, және ол адам туралы сіз кәдімгідей ақпарат алып болу керексіз да. Ол жақтан сізге танысуға не танытпаса да, жаңағыдай қатты бір ықылас танытпауы мүмкін. Мейлі не қылса да. Иә. Бірақ сіз өзіңіз туралы оған ақпарат таныстырып, не істеп жатсыз, қандай кәсіппен шұғылданасыз деген сияқты айтып, қалай болмасын танысып үлгеріп кету керек та ол адам. Содан мен енді айына бір рет шаш жасадамыз ғой енді. Содан бұрындарда ең арзан шаштар іздеп жүретінмін ғой енді. Қай жерде арзаны бар, шаш жасап берсе болды емес пе деген сияқты. Содан кейін осы қаланың орталығына қарай көшіп келгеннен кейін арзан шаштардың бәрі ана жақта қалды. Қаланың сыртында. Содан енді қымбатырақ шаштаразханаларға бару керек болады. Біз енді бұрын ондай қымбат нәрсеге үйренбегенбіз. Шаш алдыру. Мысалы мен кеше шаш жасаттым да, кешке байланысты шығуға 10 000 теңге шаш жасал. Жігіт Сұлтаны деген барбершопқа бардым. Сосын ол жерде тек қана шашын жасап бермейді. Бүткіл бастың мына мойнынан бастап бүткіл басыңа бірақ массаж жасайды. Және мына беттегі мына дақтар маска жасайды да. Ұсақ-ұсақ тесіктердің ішіне кіріп кеткен нелерді шығаратын нәрселер бар да. Кәдімгідей беттің массаж деген демалтады да адам. Шаршап тұрғанда жасатсаң. Соның бар 10 000 теңге. 1 сағат уақыт. Енді ана шаштаразбен мен қалайда дос болып қалуым керекпін маған. Содан жігітпен бастап әңгімелестім. Үндемейтін томсырайған жігіт бұлар. Бірақ өз жұмыстың маман екендігін несіне шығып тұр. Енді түрінен ақ маман, ананы көріп тұрсың. Бірақ сөйлемейді. Соны мен әңгімені бастаймын. Менің акцентімде де біраз ол бейтаныс түсінбедім, не айтасыз деп кетті. Қазақ жігіт. Бірақ мен әңгіні бір рет әңгімеге тартып көрдім болмады, 2 рет әңгімеге тартып көрдім болмады. Атын Рашид деген жігіт екен. Осы жақта туып өскен жігіт, біраз орыс тілділеу. Соның артына келгенде бұның әңгімесі түгемейді ғой. Ашылды ғой жігітің. Осы барбершопты өткізейін деп жатыр. Соны бір 10 миллион ақша болса өткізіп алып, өзім бір барбершоп ашсам ба деген қиялым болып, біраздан кетті ғой ана жігіт. Шешілді да. Кәдімгідей дос болып, соңында телефон нөмір жазып беріп, аға, мен бар кезде келіңіз осы жерге. Мен сіздің неңізді білдім дейді да. Шаш посылыңызды сізге не қажет екенін білдім. Мен жоқта келсеңіз басқа бар мастерлер болса дейді да. Қайтадан түсіндіру керек болады дейді да сіз. Ендігі жол келесіз, түсіндірмейсіз, отырасыз, мен істеймін дейді да. Телефон нөмірін дос болып қалдым я жігітпен. Сонда қарап отырсаңыз, бұдан не шығады дегенде мен жаңағы 3 метрлік заңдылық дегенді өміріме ақырын қолданып жатырмын. Мысалы қазір таксиге отырсам да, аға қай жақтан боласыз деп әңгіме бастайсың. Содан бір таныс, 2 таныс, әуелде әңгімең жараса, ары қарай телефон нөмірі алысып, ой, онда сені іздесем болады екен деп кетеді да анау соңында. Сонда ол енді өзіңді бір өніміңді сату үшін емес, қысқасы өмірдегі ең үлкен байлық жақсы таныс та, жақсы ортада. Сөйтіп жүріп бір жаңа өзіңіз айтқандай бір өте бір жақсы адамдармен аяқ астынан таныс дос болып қалуы мүмкін да. Сол үшін жаңа біз көшбасшы боламын деген адам жаңа томсырайған түрін, андай үндемейтін бір сондай одан ешқандай пайда жоқ. Иә, ондай нәрсені тастау керек та. Ашылып кету керек та. Кіммен болса да, ол есік тазалықшысы ма? Ашықтық ең үлкен байлық бар. Қарасаң кейбір керемет жігіттер жар таба алмай жүреді. Өң тұрып әдемі. Керемет сұлу қыздар да сондай да. Қарасаң сұлу, бірақ отырып қалған. Ал бірақ қараш мына. Қара нәсілді халықтарға. Иә. Негрлерге. Олар енді өңдеуге өңде емес қой. Бірақ қандай мінездері өте аш. 3 метрлік заңдылық туадаға. Иә. Тіке сөйлесе береді адам. Танысын, танымасын, қалжыңдап, әңгіме деген жіберіп. Сонда көп жігіттер айтып жатыр, қазақтың қыздары негрлерге кетіп жатыр, анау мынау дейді. Бірақ өзі неге алмайды, өзі неге сөйтіп? Иә, ашық емес. Неге ашық емес? Томсырайған, бітеу.
ошо ашык эместик өмүрдө өтө көп тусоо болот экен. Тусоо. Көп кедерги болот экен. Сосын чет элдиктер айтат дейт да. Жалпы Казакстан суук деп. Адамдар бири-бирине амандаспайт. Биздин өзү бурун ондай халык эмес едик негизи. Осы 1 километрден 1 шақырымнан айдалып амандасып жатат. Биз осы калалашуудун несине киргенден кийин бизде сондай бир тоң терістік, томаға тұйықтық пайда болды да. Ешкім менен сөйлеспейсің, араласпайсың. Соны қалалық мәдениет деп санақталды. Сол бір жаман нәрсе да. Сол үшін жаңағы енді бұны Starbucksке келеміз ғой. Ана кофе беріп тұрған қыздар бар да. Сон бір-екі рет бар болғанда сенің атың жаттап алады да. Содан сен не ішетініңе дейін біліп алған ғой анадыр мысалы. Сон қарындас ана кеудесінің аты жазып тұрады. Сен атын айтасың да. Пәленше қарындас осындай деп бір-екі ауыз қалжыңдасаң, дайын тұр қалжыңдары. Олар сондай мәдениеттен өткен адамдар. Тәрбиеленген да арнайы түрде. Жаңағындай кейде көшеден кезіп қалса да амандасып жатады да. Бұл қызды қайдан көріп едім деп ойлап тұрсың, ана жерде тұрған кофе беріп тұрған қыз еді ғой деп қаласың да. Сонда ол деген менің өзі өмірде бар жиған байлығым айналадағы араласатын ортамда негізі. 3 метрлікті бұздың ғой. Ол маған өте жақсы пайдасын береді да. Қаншама жақсы адамдармен дос болдық, соның арқасында қаншама жақсы достар таптық. Меңгеру керек. Өйткені әр күні маңымызда бір керемет адам отыруы мүмкін. Керемет, өмірде жақсы адамдар өте көп. Қазірде жаныңызда отыр, жаныңызда жүрген болуы мүмкін. Жашыңызды жасап жатқан болуы мүмкін. Сізге қызмет өтеп тұрған болуы мүмкін. Өте ғажап та.